Балалар, бүгінгі сабағымыз 93 сабақ. Жалқы есім мен жалпы есіме, жалқы есім мен жалпы есім туралы қорытынды жасай аламын дейді. Енді бізде қарап тұрсақ, 36 жапта берілген сурет бойынша алдар көсе туралы әңгімелеп көр дейді. Қараңыздар, алдар көсе базардың келе жатыр, сөйтіп ешегімен қойын байлап қойған екен, жоқ болып кетеді. Ол алдар көсе өзінің заттарына ұрыдан қалай қайтарып алды? Алдар көсе сөзінің жалқы есім екенін дәлелде дейді. Міне бет жазамыз. Бір күні алдар көсе базардан қайтып келе жатып, қатты шаршайды. Демалайын деп есегі мен қойын бір ағашқа байлап, өзі ұйықтап қалады. Оянса есегі де, қойы да, базардан алған заттары да жоқ болып шығады. Алдар көсе жоғалған заттарын іздеп жүріп ұрыны кездестіреді. Ол ұрыны алдау үшін алтынға толы құдықты көрсетемін дейді. Ұры алтынды алу үшін құдыққа түседі. Сол кезде алдар көсе жақын жерде ауыл адамдарын шақырып ұрыны ұстатып береді. Алдар көсе ұрланған заттарын қайта алып өз үйіне қайтады. Жерде жазады екенбіз, Енді алдар көсе деген сөзіміз жалқы есім екенін дәлелдейді. Жалқы есім дегеніміз, жалқы есім адамның аты, қала сөздері бас әріппен жазылады екен, алдар көсе. Алдар көсе деген сөзіміз кісінің аты жөні, жер су аттары, жан-жағынан қойылған атаулар жалқы есімдер деп аталады. Сол үшін бас әріппен жазылады екен, алдар көсе деген сөз. Енді 37-ші жаттығу берілген тірек сөздер алдар көсеге сипаттап жаз. Кедей, тапқыр, ақылды, қу. Сипаттап жазатын болсақ, қараңыздар. Алдар көсе тапқыр, ақылды, кедей адам, ол қулығымен қиындықтан шығады деп жазады екенбіз, міне. Тапқыр, ақылды, кедей, қу деген сөздерден. Арғай бізде 30-ші жаттығу сөздердің қатесін сеп сөйлемдерді көшіріп жаз. Қожанасыр мен алдар көсе кездесті, олар Ыстықкөлге келді. Жалқы есімдер асынсыз. Жалқы есімдер бізде Қожанасыр, алдар көсе, Ыстықкөле, бұлардың барлығы бас әріппен жазылу керек еді. Бұл жерде Қожанасыр ғана бас әріппен жазып тұр, алдар көсені бас әріппен жазамыз, Ыстықкөлді бас әріппен жазады екенбіз. Міне қараңыздар. Қожанасыр мен алдар көсе кездесті, олар Ыстықкөлге келді. Міне, Ыстықкөл дегенде бас әріппен жазылады, алдар көсе де Қожанасырда. Қожанасырдың асынсамыз, алдар көсе асынсамыз, Ыстықкөлге дегенді асынсамыз, бұлымыз жалқы есімдер екен. Енді бізде 30-ші жаттығу сызбаға қарап жалқы есім мен жалпы есім мен жалқы есім туралы өзінің қорытынды жасайды дейді. Қорытынды жасайтын болсақ, қараңыздар, жалпы есімдер кішкентай әріппен жазылып, батыр, тұлпар. Ал жалқы есімдер қобыланды, алпамыс, ертарғын, тайбұр, байшұбар, құлагер дейді. Осылар өйткені жалқы есімдер бәрінен ортақ атау екен, міне бәріне ортақ атау кіші әріппен жазылады екен. Ал мына жерде нақты адам, жануарлардың немесе заттың аты бас әріппен жазылады. Қараңыздар мына жерде. 40-ші жаттығу жер су аттарын қатыстырып менің ауылым немесе менің қалам тақырыбында мәтін құрастырып жаз дейді. Балалар, менің қаламда тақырыбында мәтін құрастырып жаз дейді. Міне, былай жаз, қараңыздар. Менің қалам Алматы. Менің қалам Алматы. Қаланың жанында асқар биік іле Алатауы таулары созылып жатыр. Таудың етегінде медеу мұз айдыны орналасқан. Мен Алматы қаласын жақсы көремін. Себебі табиғаты көркем, ауасы таза. Міне естіп жасап кеміз. Бұл жерде Алматы, іле, Алатау дегендеріміз жалқы есімдер, Міне. Тағы да бір, міне, менің қалам Алматы, менің қалам. Мына жерде әшейін тақырыбы менің қалам деген.
Менің қалам Алматы деген. Менің қалам Алматы. Қаланың жанында асқар биік іле алатауы таулары созылып жатыр. Таудың етегінде медеу мұз айдыны орналасқан. Медеу Алматы қаласының жақсы айдыны орналасқан. Мен Алматы қаласын жақсы көремін, себебі табиғаты көркем, ауасы таза. Мұны естіп жазамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Каналымды тіркелуді ұмытпаңыздар.